Армысыздар, мен Азат Жайна, Алматы облысы Қарасай ауданы Қаскелең қаласы Абай атындағы орта мектеп-гимназиясының 10-шы Ә сынып білім алушысы боламын. Менің бүгінгі бизнес жобамның тақырыбы экологиялық тыңайтқыштар өндірісі. Жалпы бұл бизнес жобамның мақсаты табиғи өнімдер арқылы табиғатқа пайдалы әрі табысты бизнес көзін құру, Қазақстандағы органикалық ауыл шаруашылығын дамыту және табиғи денсаулыққа пайдалы өнімдерді қолжетімді ету. Менің бизнесім экологиялық тыңайтқыш өндірісі. Жалпы компосттың өзектілігі мен нарықтағы орнын талдап кетсек. Бәрімізге мәлім, жылдан жылға Қазақстанда органикалық тыңайтқыштарға сұраныс артып келеді. Себебі айналамыздағы дүниелердің бәрі химиялық тыңайтқыштармен жасалған. Ал әлі күнге дейін қала тұрғындары табиғи көкөністер мен экологиялық таза топырақты іздейді. Ал фермерлер мен жылыжай иелері химиялық тыңайтқыштардың орнына компостты таңдауда. Компост жасау процесіне көшсек. Компост жасау әдісі ас үй және бақша қалдықтарын жинап қабаттап орналастыру керек. Ылғалдылық пен ауа айналымын сақтап, ара-тұра аударып тұру қажет. 2 ай ішінде компост қара топырақ тәрізді тыңайтқышқа айналады, оны жылыжай мен бақшаға қолдануға болады. Салынған компост арқылы мектебіміздегі жылыжайда көкөністер мен өсімдіктер өсіріп жатырмыз. Белгілі бір таңда химиялық тыңайтқыштардың орнына экологиялық таза компост қолдану арқылы өсімдіктердің өнімділігін арттырып жатырмыз. Компосттың әсерін өз көзімізбен көріп жатырмыз. Яғни біздің жылыжайымыздағы өсімдіктер жақсы өсіп, өнім сапасы артуда. Біздің компост арқылы алған өнімдеріміз черри, құлпынай, редиска. Жалпы компост контейнерлер 20 мың 50 мың теңге арасында, ал ұсақтағыш араластырғыш құралдар 10 мың 30 мың теңге арасында, қаптау материалдары 10 мың 20 мың теңге арасында. Жалпы инвестицияға қажетті ақша бізге 80 мың көлемінде болады. Бастапқы инвестицияны 3 айда толыққанды шығарып аламыз. Компост табыс көзі ғана емес, экологиямызды сақтаудың тиімді жолы. Бірге экологиямызды сақтайық. Назарларыңызға рахмет.